Мен Орал қаласы Дінмұхамбет Қонаев атындағы номер 44 мектеп гимназиясының 5-ші Е сынып оқушысы Жұмағалиева Нұрсая Асқарқызы. Кеңес одағының батыры Есен Шүгіреұлы Орақбаев атам туралы айтқым келеді. Сұрапыл соғысқа қазіргі Жалпақтал ауылы педагогикалық училищесінің 3-ші курсында оқып жүрген жерінен өз еркімен сұранып аттанған атам Кеңес армиясы қатарына 1942 жылы алынып, 1943 Ростов-Зенбірек училищесін бітірген. Әскери тапсырманы үлгілі орындағаны және соғыс жылдарындағы асқан ерлігі үшін мені атама 1945 жылғы наурыздың 24-де Кеңес одағының батыры атағы берілген. Ұлы жеңістің 65 жылдығы қарсаңында Оралдағы Шорс көшесіне Есен Орақбаевтың есімі берілді. Бүгінде жаңа қала ауданы Қызылоба ауылындағы білім ордасы менің атамның есімімен аталады. Дәл осы мектепте менің кураторым, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Аяжан Маратқызы білім алған. Менің ұстазыма осы мектепте аталған пән бойынша менің әжем, яғни Орақбаева Гүлнәр Есенқызы сабақ берген. Мен осындай ел үшін аянбай күрескен батыр атамның ұрпағы екенімді қашан мақтан тұтамын. Ер есімі ел есінде. Аға, іні, бір-бірімен қас болмай, адам менен адам ұлы дос болғай. Бейбітшілік мәңгі болсын әлемде, қой үстіне жұмыртқалып бос торғай. Қарттың сөзі том-том кітап тағылым, ата көрсін немересі бәрінің. Ана көріп баласының қызығын, бала көріп өссін әке тәлімін. Өрімдейін жастар жүдеп солмасын, ерлер елін мылтықсыз ақ қорғасын. Сұм соғыстың сезінбесін зардабын, еш қазақтың көзіне жас толмасын. Аналар жесір қалмасын, балалар жетім қалмасын. Тыныштық мәңгі орнасын, болмасын соғыс, болмасын.